Ассалаумағалейкум достар, назарларыңызда қазақ баласы арнасы. Бүгінгі тақырып түркілердің екі үлкен империясы Әмір Темір мен Осман арасындағы 1402 жылғы Анкара шайқасы туралы болмақ. Екі империяның соғыстан бұрынғы, соғыс кезіндегі және соғыстан кейінгі саяси экономикалық жағдайын, сонымен қатар соғыс кімге пайда, кімге зиян әкелді, сол туралы сөз қозғайтын боламыз. Әуелі Әмір Темірге тоқталсақ, ол 1370 жылы Мәураннахрдағы билікті басып алған соң Іле-Шала, Хорезм, Хорасанды басып алады. Ақ Орда мен Алтын Ордаға қайта-қайта шабуылы екі мемлекетті де әлсіретіп, керісінше Алтын Орданың қол астындағы орыс князьдіктерінің күшеюіне жол ашты. Иран мен Ауғанстанды бағындырған Темір 1398 жылы мұсылмандық Үндістанға басып кіріп, тонауға ұшыратады. 1400 жылы Сирияға шабуылдап бағындырып, кейін Ирақ астанасы Бағдадты басып алады. Осылай Әмір Темір солтүстігі Арал теңізінен, оңтүстігі Парсы шығанағы, шығысы Үндістан, батысы жер орта теңізіне дейін созылған алып империя құрады. Көршілерінде Әмір Темірге бататын ешқандай қарсылас қалмап еді. Тек Мысыр мен Синай түбегін билеп отырған өзімен тұқымдас түркі қыпшақ мәлмүліктер, Кіші Азия мен оңтүстік шығыс Еуропаны қолында ұстаған түркі оғыз тұқымы Османдар ғана қалған еді. Бұл кезде Осман империясын бірінші Баязид сұлтан билеп тұрды. Ол 1389 жылы әкесі бірінші Мұрат сұлтан қаза тапқаннан кейін билік басына келіп, айналасы 12 жылда Кіші Азияны толығымен бағындырады. Еуропада Сербия, Болгария, Молдовияны жаулап алып, қысқасы Италияға жақындап қалған. 1396 жылы батыстың түріктерге жасаған кірес жорығын тас-талқан етеді. Византия астанасы Константинополды бірнеше рет қоршап басып алуға таяп қалған еді. Бірінші Баязидтің әскерінің шапшаң қозғалуы мен стратегиясының ұтқырлығы оған Найзағай лақабатын қосып, Найзағай Баязид деп аталды және ешбір соғыста жеңілмеді. Осы сәтте Орта Азия мен Таяу Шығысты жайпап өткен Азияның ақсақ барысы Әмір Темір мен Кіші Азия Еуропаны қалтыратқан Найзағай Баязид сұлтан арасында көлеңке пайда болды. Соғыстың себептері әртүрлі. Бірі Түркімен бегінің Әмір Темірден қашып Баязидті паналауы десе, екіншісі Әмір Темір мен Баязидтің хаттарында ашуға тиетін сөздер болды дейді. Жалпы алғанда екі қошқардың басы бір қазанға сыймады. Осылайша бүкіл Еуропа және Қытай үшін қуаныш болған, керісінше күллі түркі әлемі мен мұсылман әлемі үшін қайғылы болған екі мұсылман түркі империясының соғысы басталып кетті. 1402 жыл 28 шілде Анкара түбі. Екі туысқан түркі империясының әскерлері жер бетінде басқа қарсылас қалмағандай бір-бірінің қанын шашу үшін сапқа тұрды. Баязидтің әскерлерінің құрамы өзі жаулап алған Еуропа елдерінен алынған сербтер және түркі тайпаларынан құралған әскер, негізінен жалайыр қоңыраттар, соңғысы Анадолу түріктерінен жасақталған сұлтанның янчарлары еді. Ал Әмір Темір әскерлерінің көп бөлігі өзімен қатар империя құру барысында талай соғысты бастан өткізген түркі қыпшақтарының салт атты сайыпқырандары. Екі жақтың әскерлерінің саны бір деректе 1 миллионға жуық десе, екінші дерек 400-500 мың шамасында дейді. Соғыстан алдын Әмір Темірдің үгіт насихатымен Баязид сұлтанның қол астындағы түркі тайпаларының әскерлері, мысалға Жалайыр, Қоңырат тағы басқа, өз туысқандары түркі қыпшақтарына қылыш көтеруден бас тартып, Әмір Темір жағына өтіп кетеді. Бұл соғыс барысына үлкен әсер етеді. 3 күн 2 түнге созылған қанды қасапта Әмір Темір атты әскері түркі янчарлары мен серб сарбаздарын тас-талқан етіп, Баязид сұлтанды тірі қолға түсіреді. Майдан даласында 240 мыңдай әскердің денесі қалады. Бұл соғыс Баязидтің алғашқы және соңғы жеңілісі еді. Сұлтан қолға түскен соң тұтқында қаза табады. Соғыстың салдары: Әмір Темір Осман иелігін Баязидтің 4 ұлына бөліп беріп, ішкі соғысқа жол ашады. Сұлтандыққа талас Осман империясын Еуропа және Азиялық бөлікке бөліп тастады. Әмір Темір Бурса, Кониядан тартып, тонауы империяны
баяғы бейлік қалпына қайта түсірді. Бұл жеңілістен кейін Осман империясының бірігуіне неше ондаған жыл кетті. Константинополды, яғни қазіргі Стамбулды жаулап алуы 50 жылға шегерілді. Соғыстан кейін Әмір Темірге Франция, Испания, Англиядан тарту таралғы ұсынып ілтипат білдірді. Тіпті Франция астанасы Парижде сол заманда Әмір Темірге христиан әлемін құтқарушы деп ескерткіш орнатқан деседі. Себебі, егер Әмір Темір мен Баязидтің соғысы болмағанда, Баязид сұлтан әлде қашан Еуропаны тізе бүктіріп, исламның қанаты кеңейер еді. Міне, Баязид сұлтан Еуропаға сол заманда қаншалықты қауіпті болғанын осыдан ақ аңғаруға болады. Әмір Темір Осман империясын бір соққымен күйретіп, бейлік қалпына қайта түсірсе, біздің Алтын Орданы 3 соққымен әлсіреткен еді. Осман империясы содан кейін өміршеңдігін дәлелдеп, тағы 500 жыл дәуіріндесе, Әмір Темір империясы өзі 1405 жылы қайтыс болған соң, темірдің темірдей тегеурінмен тұрған империя Ақсақ Темірдің қазасымен бірге келмеске кетті. Сол заманда қатар өмір сүрген түркінің 3 үлкен Ақ Орда, Осман, Темір империялары бейтарап тұрып, Алтын Орда Шығыс Еуропаны, Осман оңтүстік және батыс Еуропаны, Темір Қытайды жаулап алғанда, тарих басқаша өрбіп, бәлкім бүгінгі түркі халықтары әлемнің қуатты елі болар ма еді, кім білсін. 15 ғасырдан кейін өткен 2000 жылдықта әлемнің супер күші болып келген көшпенді түркілердің дәурені аяқтап, құлдырау кезеңіне аяқ басты. Назар салғандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі бейнеде көріскенше.